Саламатсыңдар ма, балалар? Әдебиеттік оқу пәні 3-ші сынып. Сабақтың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин таза бұлақ әңгімесі. Жұмбақ, бірде былдыр-былдыр сәбилердің тіліндей, бірде сыңғыр-сыңғыр қоңыраудың үніндей әнсап жатқан ерінбей, бұл не, балалар? Дұрыс айтасыңдар, бұлақ. Балалар, таза бұлақ деген сөзді айтқан кезде біздің ойымызға не түседі? Дұрыс айтасыңдар, бұлақ, өзен, мөлдіреп ағып жатқан су, көл ойымызға келеді екен, не балалар? Балалар, енді қызықты бұлақтар әлемі видеоролигін тамашалайық. Бұлақ суының өзге ауыз суларынан ерекшелігі сол, құрамындағы барлық табиғи қасиеттері сақталады. Яғни бірнеше грунт қабаттарынан жер бетіне жеткенге дейін өздігінен сүзгіден өтіп, таза қалпында келеді. Кезден шапқылап, құмар едім өзіңе, бала кезден ақ бұлақ. Әнге бөлеп маңайды, асып-тасып жатасың, ақ моншақтан аспанға шашу шашып жатасың. Сенің келіп жағаңнан анам талай су алған, сенің келіп жағаңнан әкем. Ыбырай Алтынсарин атамыз кім, балалар? Оның қандай шығармаларын білесіңдер? Аудармаларын білесіңдер. Қазақ әдебиетінің атасы, ұлы педагог жазушы. 1841 жылы Торғай жерінде дүниеге келген Ыбырай Алтынсарин. Атанасы жастайынан қалған, атасы Балғожа бидің тәрбиесінде болған. Торғайда, Қостанайда мектеп, училище, лицей, интернат ашқан. Мақсаты ұстаздық қылу, мектеп ашу, балаларды оқыту. Шығармалары: Қазақ хрестоматиясы 1879 жылғы оқулық, Кел балалар оқылық, Өнер білім бар жұрттан, Асан мен Үсен, Бай баласы мен жарлы баласы, Әдептілік, Әке мен бала, Таза бұлақ, Өзен және тағы да басқа шығармалары бар. Балалар, мына суретте Торғайда ашқан ең алғашқы мектебі және де Қостанайда ашқан орыс қазақ мектебінің суреті көрсетілген. Мына жерде Ыбырай Алтынсарин атамыздың кесенесі. Ыбырай ескерткіші, Ыбырай Алтынсарин атындағы дарынды балалар интернаты. Суреттен балалар Ыбырай атамыздың мұражайын көруге болады. Балалар, біз өткен сабақта осы таза бұлақ әңгімесін өткен болатынбыз. Үйге мазмұнын оқып, дайындалып келуге берген болатынмын. Енді балалар, тасқа жазылған "Ей, жолаушы, болсаң таза бұлақтай бол" деген сөзде 3 жігіттің айтқан сөздерін кім маған айтып бере алады? Балалар, сонымен бұлақ дегеніміз не? Бұлақ көз, бастау, қайнар, жер асты суларының жер бетіне, кейде су астына өздігінен шоғырлана шығатын жері. Бұлақтың суы қандай болады? Бұлақтың суы тұнық, табиғи су, суық, ыстық, мөлдір болады. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, сөздікке назар аударамыз. Ғибрат алу, үлгі алу. Мына суретте біз бұлақты суретін көріп тұрмыз. Мәтіннен суреттері бұлақ сипатталған жолдарды тауып оқыңдар. Бұлаққа қатысты көркем сөздерді дәптерлеріңе жазып алыңдар. Екінші тапсырма: мәтінге жоспар құрастырып
жазыңдар. Су туралы қандай мақал-мәтелдер білеміз? Су тіршілік көзі, бұлақ көрсең көзін аш, судың да сұрауы бар, ағын су өмір, тоқтау су өлім, бұлақты жер тұрақты жер, сулы жер, нулы жер, жылап жүріп арық тазаласаң, күліп жүріп су ішесің. Бастау су алса, бақыт су алады. Тағы да басқа су туралы мақал-мәтелдермен бөлісе отырайық. Үйге тапсырма, таза бұлақ, су тіршілік көзі атты шағын шығарма жазып келеміз. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар, кездескенше.